Армысыздар ағайын. Қолжетімді баспана бағдарламасы бойынша Қазақстанда 2020 жылға дейін 40 мың отбасы пәтермен қамтамасыз етілуі тиіс. Бүгінгі студиямыздың қонағы Қазақстан ипотекалық компаниясының акционерлік қоғам басқармасының төрағасының орынбасары Болат Досмағамбетов. Сұрақтарыңыз болса Астанадағы 55-37-10 нөміріне хабарласуға болады. Қош келдіңіз, Болат бауырым. Ассалаумалейкум, Ираға. Қалайсыздар? Көңіл күйдеріңіз қалай өзі? Құдайға шүкір, жақсы аға. Бұны сұрап отырған себебім, мына кейбір азаматтар айтады. Қанша әлгі менің 60 мың теңге жалаққа 60 мың доллардың үйін қалай сатуға мүмкіншілік бар ма деп сұрайды мені осы елдер. Осыға не айтарым мен кейбір ретте сасам, не айтарымды білмеймін. Соған байланысты мен бірінші сұрағым осы салада біраз жұмыс істеп жүргеніңіз, осы бірнеше кездесу емес сізбен кездесіп отырғанбыз. Осы болса үшінші кездесуға деймін осы. Осы баспана бойынша солай ғой дейме? Ал бүгінгі жетістіктеріңіз қандай? Немен қуантасыз бүгін біздің мына көрерменді? Біз енді аға білесіз, 2012 жылы елбасының қолдауымен қолжетімді тұрғын үй бағдарламасын бастаған едік. Сол бір бағыттың бірі біздің компания жүргізіп жатыр. Ол сатып алу құқықпен жалға беру бағыты. Ол бойынша ағамна біз енді бұрыннан ипотекаға үйреніп қалған ғой біздің халқымыз. Сол ипотекаға сәл шамалар келмейтін ағайындарымызға арналған бағдарлама. Бұл жаңында сіз айтып отырсыз ғой, 60 мың теңге жалақысы бар ағайындар алыла деп. Біз енді сол қолжетімді тұрғын үй бағдарламасы қазіргі білесіз қараша айындағы елбасының жолдауымен бастаған тағы да нұрлы жол, болашаққа бастар жол бағдарламасы да бойынша біздің 1 шаршы метрге төленетін құны 1100 теңгеден аспайды деп ойлап отырмыз. Алматы, Астана қалаларында. 1100 теңгеден. Алматы, Астана ғой? Алматы, Астана. Басқа қалаларымызда 1000 теңгеден аспайды деп өзіміз жоспарлап отырмыз. Сонда бүйтіп санап өтсеңіз, 50 метр шаршы метр пәтерлі үй 55 мың теңгеден аспайды деп отырмыз. Ол өте қолжетімді баға деп ойлаймыз. Соң біздің көп жанұяларымыз, отбасыларымыз үйлі болады деп жоспарлап отырмыз. Телефон сұрақ бар екен, тыңдап отырмыз, айта беріңіз. Алло? Алло, саламатсыз. Уағалейкумассалам. Мен Астана қаласынан хабарласып тұрмын. Сіздерге сұрақ қойын деген келген қонақ кісіге. Мен анама биыл 2014 жылы үй берілді. Мүгедек ретінде бірінші топтағы. Рахмет. Енді мен сұрайын дегенім, мен өзім осы қолжетімді баспанаға қатыса аламын ба, әлде қатыса алмаймын ба? Сіз тастамаңыз телефон. Сұрақ туы мүмкін қазір. Өзіңізге. Өзім басқа осы бағдарлама қатыса аламын ба, қатыса алмаймын. Маған қатыса алмайсың деді. Астана қаласының департаментшілері. Не себептен қатыса алмайсыз деді? Өйткені сіз мамаммен бірге тұрасыз дейді, сол үйде дейді. Сол себептен сіз ешқандай бағдарламаға қатыса алмайсыз дейді. Ал егер қатыса алмайтын жағдайда, мысалы анамның үйі менің атымда қала ма, қалмай ма, соны білейін. Сіз тұрмыстасыз ба, жоқ па? Иә, тұрмыстамын, 2 балам бар. Айтпайсыз ба соның барлығын түрткілеп? Біз сұрап отырмыз ғой қайта-қайта. Соны білейін деген. Саламатсыз, рахмет сұрағыңызға. Қандасына енді біз түсіндіріп кететін жайт бар. Біз бұл бағдарлама бойынша біз тек үйлерді сатып алып, болмаса соғыр ретінде өзімізге меншігімізді аламыз. Бірақ үйлерді бөлу жұмыстарын біздің жергілікті атқарушы органдар жүргізу керек. Сол үшін қарындасымыз сол жергілікті атқарушы органдардың тізіміне ену керек. Көп балалы ана ретінде, болмаса әртүрлі өзінің категориялары бар. Сол бойынша еңсе, тек сол тізімге кірсе ғана біз ол кісілермен жұмыс істей аламыз. Өткені білесіз, біз 80 жылдардан бері келе жатқан
әкімшіліктерде тізімдер бар, көп кісілер үйсіз жүрген ағайындар бар. Сол үшін тізімге кірмей біз және шеттен адам ала алмаймыз аға. Сонда елбасының тапсырмасымен сол тізімдерді азайту жұмыстары жүргізілді. Ең бірінші тізімде болу керек қой, иә? Тізімге кіру керек. Енді оған кіретіндерді бізде белгілі ғой. Белгілі ол жаңағы Ұлы Отан соғысының ардагерлері, жаңағы көп балалы аналар, қазір мына соңғы кездерде жастардың несін ұзартты ғой, жасын қазір. Біздің бағдарлама бойынша біз 29 жас отбасылар 29 жасқа дейін заң бойынша біз енді 35 жасқа дейін көтерсек па деген ниеттеніп отырмыз. Құдайға. Сол үшін қарындасымыз әкімшіліктен жазбаша түрде жауап алсын, бізге хабарласса біз көмектесуге тырысамыз. Неліктен неге тізімге енбеген бірге ақылдасып отырып бір мәмілеге келетін шығармыз деп ойлаймын. Осы салада мен білуімше 2000 жылдан бері істеп келатсыздар. Иә, 2000 жылдан бері. Вот 2000 жылдан бері қанша үй тапсырылды сіздердің компанияңыз? Енді адам санын айта аласыз ба? Аға, енді біз 2000 жылы құрылдық, мына елбасының қолдауымен біз көп жұмыстар атқарылды содан бері. Біздің компанияның жұмысының арқасында 62 мыңнан астам отбасы, Қазақстан Республикасының отбасы тұрғын үйге қол жеткізді. Сол біздің үлкен жетістіктердің бірі деп санаймыз. Тағы да одан басқа 2005-2007 жылғыдағы мемлекеттік бағдарлама қатысып, біз сол оператор болғанымыз. Ол бойынша да 19 мың адам тұрғын үйге қол жеткізді. 19 мың адам отбасы. Рахмет, тамаша. Сұрақ бар екен, тыңдап отырмыз. Айта беріңіз. Алло, саламатсыз ба? Уағалейкум. Мен мынандай сұрағым бар. Мен Ерейментау қаласының Ерейментау ауданында тұрамын. Негізі ауылда жұмыс істеймін. Мұғалім, ажырасқаным бір балам бар. Енді Жилстройсбербанк немесе тағы да сберегательный банк дегендерге Астанаға кезекке тұра аламын ба мен квартираға? Енді мен Жилсбербанкта істемеймін, қарындас, бірақ мен ойымша сіз тұра аласыз. Ол үшін сіз Жилсбербанктың несіне салушы ретінде керекті сома ақша төлеулеріңіз керек. Сонысын өзінің бағдарламалар бойынша сіз енді тұрғын үйге қол жеткізсеңіз болады деп ойлаймын. Бірақ енді ол сұрақты негізінде сол банктың қызметкерлеріне тікелей айтуларыңыз керек негізінде. Бірақ мен ойымша ондай білетінім ешқандай қарсылық жоқ деп ойлаймын. Сіздің компания бойынша мүмкіншілік бар ма? Біздің компаниямен аға не кедергі болған? Кедергі ешқандай кедергі жоқ. Тек бір нәрсе ол бұл кісі бұл кісі ауыл жерде тұрып Астанада алғысы келеді, мен түсінімше. Ол үшін Астанада көшіп келіп, Астанадағы тізімде болу керек дейсіз ғой? Астанадағы тізімге ену керек. Біз енді өзімізден жаңадан тізім істейтін болсақ, бұрынғыдан бергі тұрып келе жатқан азаматтарымыздың құқығын бұзамыз аға. Сол үшін тізім бір жерде жергілікті атқарушы органдарда, сол үшін бұл әкімшіліктердің өзінің органдары бар. Сол жерге өзінің тізімге ену үшін арыздану керек. Жәндегі әкімшіліктер заңсыз дұрыс болмаса, біз енді өз тарапымыздан көмек беруге уәде береміз. Одан кейін тағы да мынандай сұрақ бар менің өзімнің тарапымнан. Бағдарламаға бір рет қатысты, басқа бір облыстың орталығында. Енді келіп Астанада сол бағдарлама қатысты келеді. Осы заңды ма жоқ па? Біздің заң бойынша қатыса алмайды аға. Бір рет осы мемлекеттік бағдарламаның бірінен қай жерде бір рет жеңілдік берілсе, басқа жерден ала алмайды. Оны білесіз, ол дұрыс емес. Өйткені тізімде тұрған адамдардың саны 300 мыңнан астам аға. Оның бәріне 2 реттен, 3 реттен бере беретін болсақ, бұл тізім ешқашан бітпейді. Сол үшін ол мүмкіншілік жоқ ондай. Жаңа мен сұрағым енді сізден ақырын біліп алдым. Бүгінгі Қазақстанда 300 мыңдай адам тізімде тұр ғой, солай ма? Иә, ол ешқандай құпия емес. Жоқ, соны мен енді білейін деген мен. Біз осы
300 мыңға біз енді пәтер салып беруіміз керек қой, енді жағдай болып жатса. Осы бағдарлама қашан бітеді, осы бағдарлама қолжетімді баспана? Енді аға, біздің үкіметіміз барлық тізімге тұрған адамдардың отбасымен тұрғын үймен қамтамасыз ету міндетті емес негізінде. Бұл бұрыннан біз келе жатқан тізімдер ғой. Бірақ қазір өзі көріп отырсыз, біздің елбасымыз қолдауымен, үкіметтің қолдауымен үлкен жаңалықтар енгізіліп, жаңа бағдарламалар қабылданып отыр. Енді сол тізімді азайтсақ па деген ниет. Сәл айтып кетейін, мына нұрлы жол бағдарламасы бойынша тек қана біз бір бағытты ғана қамтып жатыр. Көптеген басқа бағыттар бар. Ол жаңағы Жилсбербанк бағыты бар, жаңағы самұрық қазынаның фондтары бар, болмаса жаңағы жергілікті әкімшіліктердің бағдарламалары бар. Сол үшін жаңағы бір жерлерге жер бөлінеді. Енді мүмкіншілік болса бәріне жәрдем беруге тырысады үкімет. Бірақ енді бәрін алып өтеді. Бүгінгі таңда бәріне жәрдем береді деп мен ойлаймын. Менің ойымша ондай мүмкіншілік жоқ. Бірақ стимул беруге үкімет барлық мүмкіншіліктер беріп отыр. Тағы да телефон сұрақ бар екен. Тыңдап отырмыз. Алло, сәлеметсіз бе? Уалейкум сәлем. Мен де Астана қаласының тұрғынымын. Осы Астанада 2001 жылы 20 жасымда келген. 4 госпрограммаға қатысып, осы департаментке очередьқа тұрып, әлі үйсізбін. Былай қарасам, дачада тұрамын, дачаны білетін шығарсыздар, шет жақтағы. Не жол жоқ, не автобус жүрмейтін жақта. Сұрағым мынандай, жаңа мына кісі айтып жатыр, келіп жатқан қонағымыз осы қолжетімді бағдарлама деп бәрі айтады шаш салып. Жаңа айтып отыр бұл кісі 50 квадрат метр жерге 10 жыл бойы 50 мың теңге төлейді. Есептесем 10 жылда 120 айда мен 6 миллион ақша төлейді екенмін. Одан кейін ой сатып алу үшін тағы ақша төлеймін. Сонда бұл бағдарлама қолжетімді болып санала ма? Мен алатын айлығым 18 жылдық стажыммен алатын айлығым 51 мың теңге. Сонда бұл қалай болғаны, соны түсіндіріңізші ма? Дұрыс. Рахмет сізге, сұрағыңыз өте орынды. Сіз және мен түсіндірейін дегенім, біздің бағыт бойынша біз айтып өттім, Астана қаласында бастапқы кезде 55 мың теңгеден аспайды, 50 шаршы метрлік пәтерге. Енді оның 55 мың ішінде сатып алу құқығы бар. Ол тек аренданың құны емес. Жалға берудің құны емес, ол және сатып алу құнында болады. 20 жылдың ішінде уақытылы төлеп отырса, ол өз жеке меншігіне ауысады пәтер. Сол үшін ол арендаға төленіп отырған ақша соған кіреді дейсіз ғой? Кіреді. Ішінде жаңағыдай сатып алу құқығы да бар. Енді біз 20 жылға дейін береміз деп ниеттеніп отырмыз. Енді бұл кісілердің айлық мүмкіншіліктері жеткілікті болса 10 жылға да бере аламыз. Азайтуға болады. 10 жылда уақытылы төлеп келсе, ол кісілер өз меншігіне өткізіп алуға құқылары бар. Енді мен тағы да бір сұрақ қой, алдында бір сұрақ қой деп едім. Енді ол тақырыптан кетіп қалды кішкене. Айтыңызшы, мен бір нәрсені түсіндіре алмай отырмын. Кеше елбасы нұрлы жол бағдарламасында жеңілдік болады деді. Мына банктен несие беруіне. Осы сізге қатынасы бар ма, жоқ па? Енді біз бұл бағдарлама бойынша банктермен бұл бағыт бойынша біз банктермен жұмыс істемейміз. Біз тікелей әкімшіліктердің тізімдерімен, адамдармен тікелей жұмыс істейтін боламыз. Бірақ бұрынғы біз 2000 жылдан бері істеп келе жатқан жұмысымыз ол банктермен серіктес ретінде жұмыс істеп келгенбіз. Ол енді ол жұмысты біз жалғасуда. Банктер біздің компанияның өнімдері бойынша біздің жазған программалар бойынша ол кісілер банктер азаматтарға кредит береді. Біз ол кредиттер кейін сатып аламыз банктерден. Ол жұмыс жалғасуда. Бірақ негізгі біздің бағыт қазір осы сатып алу құқығымен жалға беру бағдарламасы. Тағы да телефон сұрақ бар екен. Тыңдап отырмыз ал. Алло. Иә? Алло. Сәлеметсіз бе? Сәлем. Мен Астана қаласынан жаңағы есім Майдан Жилстройсбербанкке ақша салғаныма 2 жыл болды. Сол ақшаны алып, Жилстройсбербанктан жаңағы нені Болат ағаның компаниясынан пәтер аламын ба? Жақсы сұрақ. Саламатсыз ба, Айдан? Өте орынды сұрақ. Енді біз
Біздің бағыт бойынша жаңа айтып өттім ғой, әкімшілікте тізімде болсаңыз бізге қатыса аласыз. Жаңа Жилсбербанктағы сомаларыңызды алмай қойсаңыз болады. Өйткені бізде бастапқы төлейтін сома жоқ. Біз жаңағы орысша айтқанда первоначальный взнос дейді, бастапқы сома ондай жоқ дейсіз ғой. Ондай жоқ, тек қана тізімге еніп, жаңағы бізге әкімшілік тізіміне енсе, біз қарап, айлықтардың шамалы мөлшерін қарап, бұрынғы кредиттік тарихын қараймыз да, бәрі дұрыс болса, біз бастапқы сомасыз тікелей өздеріне береміз. Тек қана ай сайын төлейтін сомаларын төлеп отырса болды. Сонда бір жаңағы жақсылықтардың бірі сол. Бұл біздің елбасымызға рахмет айту керек. Осындай жақсы жаңағы қолжетімділіктің бір түрі ғой бұл аға. Білесіз, мына ипотека бойынша несие алатын болса, ол өлгенде 30% бастапқы сома төлеу керек. Бізде ондай сомалар жоқ. Елбасының соңғы нұрлы жол, болашаққа бағдар жол жолдауында байланысты сізге қандай тапсырма берді? Тікелей вот. Біздерге жаңағы мынау соғылып жатқан үйлер өте қолжетімді болу тиіс. Ал енді арада ешқандай жаңағы посредниктер болмау керек. Өте жақсы оны, өте жақсы. Сұрақты да түсініп отырсыз ғой, қайдан қойып жатқандарын. Ал енді мына бүгінгі күнде мұнайдың бағасы түсіп жатыр. Ал үйдің бағасы түсіп жатыр ма, жоқ па? Аға, үйдің бағасы түсіп жатқан жоқ. Неге түспейді? Неге түспейді? Білесіз ғой, енді болжам қандай өзі? Болжам мына және мұнайдың бағасы түссе, ол бензин бағасын түсіруі мүмкін аға. Бензин бағасы строительдік материалға ешқандай қатысы жоқ, білесіз. Енді жаңағы сәл электричество нелердің бағаларын түспесе ғана, басқа ешқандай несі жоқ. Өткенде былтырғы жыл бізде девальвация өтті, білесіз. 20-25%-ға баға көтерілді. Және шетелден келетін көп материалдар бар, лифттер, нелер, оның бәрі долларға, евро келетін болсын, біз амал жоқ. Оның бағасы түсіп атқан жоқ, сәл-сәл көтерілді қайта былтырдан бері қарағанда. Енді біз және көптеген тендерлер өткіздік. Былтыр қолжетімді тұрғын үй бойынша белгіленген сомаларға ешкім кем қатыспады. Көп компаниялар. Неге? Себебі неде? Себебі 88 теңгеден 90 мың теңгеден шаршы метрге соға алмаймыз дейді. Соға алмаймыз дейді ме онда үйді? Енді білесіз, нарықтық баға қазір $1000. Енді мен түсінемін, Алматы, Астанада мүмкін шығар. Себебі архитектурның талабы бар. Ал мына облыс орталықтарында шығар. Енді облыс орталығында ойлаңыз аға, қазір 88 мың, 90 мың теңге дегеніміз, ол қазір $500 ояқ бояғы. Ал енді білесіз, үйдің бағалары қазір $1000-дан кемі жоқ. Және басқа қалалардың өзінде. Астана, Алматы қаласында $1,500-2,000-ға шығып кетеді. Сол үшін олар соға алмаймыз, біз бұған қатыса алмаймыз деген бізге біраз нелер айтып, біз амал жоқ. Ал енді осы үйдің бағасын азайту үшін не істеу керек? Азайту үшін біздің мемлекет, үкімет тарапынан көп жаңалықтар енгізіліп жатыр. Комбинаттар салдырып жатыр. Жаңа комбинаттар, облыс орталықтарында бір жердерде мен білемін. Сол инвесторлар қатысып жатыр осыған байланысты. Жаңа технология бойынша салыну керек аға. Енді ол жаңа технологияларды енгізуге көп әрекеттер жасалып жатыр үкімет тарапынан. Біздің елбасымыз тапсырмалары бар. Енді оның барлығы Құдай қаласа осы келе жатқан жылдарда бәрі іске қосылады деп ойлаймын. Білесіз, бізде бұрын цемент заводтар аз еді. Біз шет елдерін әкелетін. Қазір Құдайға шүкір цементтің бәрі өзімізге шығып жатыр. Көптеген цемент заводтары ашылды. Арматура бар. Арматура қазір қосылды. Мына енді Құдай қаласа үкімет тарапынан Санфаянс бар Қарағанды қаламызда. Мына енді Қызылордадан әйнек те болады. Әйнек болады деген бағдарлама бар. Құдай қаласа соның бәрі неғылса баға түседі деген ниет бар, бірақ оның бәрі енді келешекте. Бүгінгі енді жағдай сондай болып тұр, көп материалдар шетелден келеді. Мына солтүстік облыстарымызда көп материал Ресейден келеді. Шығыс жақтан көбісі Қытайдан, білесіз, Қытайдың тауарлары көптеген материалдар сол жақтан келіп жатыр. Сол үшін енді шетелге
жаңағы бағынышты болмау үшін біз өзіміздің өздерістерімізді көркейтуіміз керек, үлкейтуіміз керек. Сонда ғана біздің мына шет елдердің дағдарыстарына, жаңағы валюталарына ешқандай қатысым болмайды. Сонда ғана біз өзіміз жоба. Тағы да сұрақ бар екен, тыңдап отырмыз. Қоя беріңіз. Алло. Иә. Алло. Да, саламатсыз. Сәлеметсіздер ме? Алматы қаласынан хабарласып тұрық. 35 жасқа дейінгі бағдарлама сол базасы ашылды ма? Қай уақыттан бастап документ тапсыруға болады? Жақсы. Саламатсыз, өте дұрыс сұрақ. Мен жаңа айтып өттім, мына жас жанұяларға біз 29 деген жасқа дейін белгілеген заң бойынша. Біздің бағыт бойынша біз 35 жасқа көтеріп жатырық. Бірақ енді бағдарлама әлі бекітілген жоқ. Жақын арада осы январ айының аяғына Құдай қаласа біз бекітіледі деген ниет күтудеміз. Бекітілген соң мына жергілікті органдар сол бойынша тізімге енгізу жұмыстарын бастайды. Болат, қай облыстарда үй салып жатсыздар? Біз қазір Алматы қаласында бірінші 2 үйді бітірдік аға. 108 пәтерге. 108 отбасына қазір пәтер бөлініп отыр. Талдықорғанда бітірдіңдер, иә? Талдықорғанда жоқ, әлі бұл жақтан бастаған жоқпыз аға. Біз Астанада соғып отыр, Қарағанды қаласында, Павлодар қаласында, Орал, Шымкент қаласында үлкен комплекс соғып отыр. 15 үйден. Тараз қаласында бастадық аға. Енді қазір мынау Нұрлы жол бағдарламасы бойынша Астанадан біраз үйлер алынайын деп сатып алу, дайын үйлер сатып алу жұмыстарын жүргізіп жатыр аға. Ондай да жұмыс Алматы облысында, Алматы қаласында жүргізіп жатыр. Енді біз өзіміз ниеттеніп отырмыз. Осы наурыз айына қарай біраз біздің тізімде тұрған отбасыларды үймен қамтимыз деген ниеттеніп отырмыз, жоспарлап. Рахмет. Осы рас па, Болат, ең ақшаның көбісі осы жер сатып алуға кетеді дейді. Рас па сол? Енді білесіз, мына Астана, Алматы қаласында жер бағасы құны өте жоғары. Неге? Елбасы қайта айтып жатыр осыны. Жерлерді тартып алу керек уже. Пайдаланбаса. Неге ұстап отырсыңдар деп осы? Енді ол орталықтағы жерлердің бәрін пайдаланады аға. Бірақ ол бұрынғы қалада, үлкен қалаларда білесіз, ақша да көп, келіп жатқан адам да көп. Соның үшін конкуренция дейді ғой. Конкуренцияның арқасында баға сондай көтеріп. Мен өзім бір жер алайын десем, мен айтып ал дейді. $100,000 сатып ал дейді. Мен $100,000 мен үй салмаймын. Сатып алғанша. Қарапайым жер сатып алғанша. Қазақстан жер байлығы бойынша 9-шы орында көлемі бойынша. Ал жер көлемі бойынша. Енді сіз жер жетпейміз де сонда? Жер бар ғой аға. Енді сіз тек Астана, Алматы қаласында алғыңыз келеді ғой. Мен себебімді отырам ғой мен де. Басқа қалаларға барсаңыз, жердің құны төмендеу болады. Талдықорғанда, Таразға барсаңыз, $10,000 да аласыз. Сол үшін енді адам біздің барлығы Астанада тұрғысы келеді, жоқ Алматыда тұрғысы келеді. Сосын бағасы жоғары. Мен енді біздің бағдарлама бойынша бізге жер өкімет тарапынан тегін беріледі. Иә. Жалға беріліп жатыр, тегін өз тиісті жалға беретін құны бар. Бірақ ол басқаларға қарағанда өте төмен болады біздің үйдің бағалары. Болат, жақын арада менде осында Ерлан Байдәулет деген азамат келіп кетті. Биыл Ислам ипотекалық компаниясы құрылмақ осы Қазақстанда. Сол кезде жағдайларыңыз қалай болады? Енді ондай компания құрылып жатса, біз тек қана қолдаймыз. Біріншіден айтып отырмын, біз қазір ипотека емес, сатып алу құқығымен жалға беру бағыт бойынша жұмыс істеп жатыр көбінесе. Енді ол жаңа компаниялар ашылса, біздің азаматтарымыз, Қазақстан Республикасының азаматтары мүмкіншіліктер көбейеді деп ойлаймын. Тезірек ашылғанын мен ойымша өте орынды, дұрыс болады деп ойлаймын. Ал қандай проблемалар бар? Осы айта кеттіңіз қазір, осы пайдалары. Өкімет жақтан, министрлік жақтан. Жоқ, өкімет, министрлік жағынан. Әкімшілік жақтан. Жоқ, бәрі қолдау бар аға. Енді тек қана жұмыс істеу керек. Қазір білесіз, мына Нұрлы жол бағдарламасы бойынша
бюджеттен ақша бөлінбейді, тікелей біздің ұлттық қордан бөлінейін деп тұр. Иә. 145 миллиард. Қанша? 145 миллиард теңге. Осы біздің бағдарлама бойынша. Енді құдайға сол ақша берілсе тек жұмыс істеу керек. Біздің тізімде тұрған азаматтарға тезірек қолжетімді үйге қол жеткіздіруіміз керек болды. Ал тағы да айтамын десеңіз, айтыңыз. Мен тілерім, біздің құдай қаласа Қазақстан елі, Қазақстан Республикасы тек алға басып, өрлеп, тек биіктерден көріне берсе, біздің азаматтарымыз бақытты болған тілеймін. Дендер сау болсын. Құдай қаласа енді алдымызда жаңа жыл өтті өткенде, енді алдымызда Наурыз мейрамы келе жатыр. Барлық отбасылар жасылықтар тілеймін. Рахмет сізге. Болат, енді соңғы менің оған жауап бермесеңіз де болады. Мына салынып жатқан үйлердің сапасына көбірек көңіл бөлсеңіз. Иншалла. Рахмет. Келесі көріскенше сау саламатта болыңыздар, құрметті көрермен.